Түрмеде 95 ән жаздым. Бостандыққа шыққан Мұрат Әбділда ел күтпеген мәлімдеме жасады. Мұрат Әбділда абақтыда жатып 95 ән жазғанын айтты. 2,5 жылдан соң бостандыққа шыққан ол жақында желідегі шыңдарманның жаңа туындыларымен қуантпақ. Бұл жайында Мұрат Әбділда қоғам дауысы жобасына берген сұхбатында айтты. Ол абақтыға жатуының да өзіндік пайдасы болды деп есептейді. Мұның да қайыры бар деп ойлаймын. Барлығы біледі. Мен ішетінмін, ал түзету мекемесінде арақ-шарап жоқ. Сондықтан 2,5 жыл қаным таза болды. Ішкен жоқпын. Бостандыққа шыққан соң да өзіме деген сенімділік пайда болды. Алланың қайырлы бір ісі сол болды. Екіншісі, бостандықта жүрген кезінде дүние қуып, плагиатқа, жалқаулыққа, өтірік істерге үйреніп қалған едім. Өзім ақын болған соң кез келген шетелдік әнге сөз жазып, студияға барып жаздыра салатынмын. Бірақ мен негізі сазгермін. Қазақ елі менің сазгер екенімді біледі. 22 әнімнің біреуі өзімдікі. Сол жаққа барып, Алланың қалауымен 95 ән шығарып қайттым. Ешқандай плагиат емес. Қазақтың бір жігітінің шығарған әні деп білсеңіздер болды. Сөзін де өзім жаздым. Қыркүйек айының соңында маған ұнайсың деген керемет әнімді сіздерге ұсынамын, деді Мұрат Әбділда. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп, жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.